Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге менің әулетімнің басты әрі ең сүйікті тағамына айналған тауық катмер немесе тауық көзлеме тамағын жасаймыз. Егер дайын болсаңыздар, тағамымызды жасауға кірісейік. Ең алдымен 200 мл жылы сүтімізді, одан әрі 200 мл жылы суымызды, бұдан соң 1 шай қасықпен тұз қосамыз. Енді ұнымызды қосамыз. Алдымен 3 стақан ұнымызды қосып аламыз. Ал 1,5 стақанын илеу барысында қолданамыз. Қамырымызды илеп алдық. Енді оның үстін пищевая пленкамен жауып қоя тұрамыз. Енді осы бір бүтін тауығымызды пісіріп алуымыз керек. Ол үшін осындай вакуумды қазанға саламыз. Қазанды сумен толтырамыз. Су тауық деңгейінен біраз асуы керек. Одан кейін тұзымызды, 1 лавр жапырағын және қарабұрыш қосамыз. Енді тауығымызды пешке қоямыз. Су қайнағанға дейін қақпағын жаппай күте тұрамыз. Су қайнай бастаған кезде қақпағын жауып қоямыз. Тауығымыз піскенге дейін қамырымызды ашайық. Енді қамырымызды осылайша бөлшектерге бөліп аламыз. Бөлшектеген кезде пісіретін ыдысыңызға қарай ыңғайластырып аласыздар. Мен мысалы мына кескен бөлшектер өте үлкен болғаннан кейін оларды бөліп, мындай 7 қамыр шығардым. Енді бұл қамырларымызды алып бір ыдысқа саламыз да бетін жауып қоямыз, құрғап кетпесін. Ішінен бір-бірлеп отырып алып жаямыз. Және майымызды бүкіл қамырдың бетіне жақсылап бірдей етіп жаямыз. Артынан қамырымызды орама етіп жақсылап ораймыз. Барлық қамырымызға осылай жасап шығамыз. Тауығымыз пісті, оны енді оттан аламыз. Тауығымызды суынан сүзіп аламыз. Бұдан кейін тауықтарымыз духовкаға кетеді. 180 градуста ысытылған духовкаде үсті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Енді тауықтарымыз қызарғанға дейін катмер, яғни қаттама нанымызды жаямыз. Қаттама нанымыздың қалыңдығы қатты жұқада, қатты қалыңда болмауы тиіс, соған көңіл аударыңыздар. Мінекей катмерлерімізді жайып алдық. Енді мынандай бір сұйықтық әзірлеуіміз керек. Ол үшін су, сұйық май, тұзды үшеуін араластырамыз. Бұл катмерлерімізді пісірген кезде өте қажет болады. Табамызды осылай пешке қойып қыздырып аламыз. Табамыз қызғаннан кейін нандарымызды бір-бірлеп барлығын осылай пісіріп шығамыз. Пісіру кезінде қамырлардың үстіне жаңағы сұйықтықтан қасықтап құйып отырамыз. Бұл майлы су нанымыздың тым құрғақ болуының алдын алады.
Сондықтан пісірген кезде аямай көбірек құя беріңіздер. Мінекей осылайша барлық нандарыңызды пісіріп аласыздар. Тауықтардың үсті мінекей қызарыпты. Енді бұларды тарелкаға саламыз. Енді жаңа піскен катмерлерімізді тауықтың қасына осылайша тізіп шығамыз. Бұл ерекше әрі тойымды тағамды менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздердің де сүйікті тағамдардың біріне айналатынына сенімдімін. Мінекей тауық катмеріміз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Менің видеома лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытып кетпеңіздер. Көріскенше!